Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен Әсемнұр. Бүгін біздер қысқа мерзімді жоспарды құрудың үлгісімен танысамыз. 7-ші сынып, қазақ тілі. Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы. 1-ші бөлім. Ауа райы және климаттық өзгерістер. Тақырыбы: ауа райы, климат, атмосфера. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: 7.1.1. Мәтін үзінділерін пайдалана отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау. Сабақтың мақсаты: барлық оқушылар орындай алады. Мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжайды. Оқушылардың көпшілігі орындай алады. Оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжап, өз нұсқасымен салыстыра алады. Кейбір оқушылар орындай алады. Тыңдаған мәтін бойынша пікірлерін білдіріп, тұжырым жасайды. Бағалау критерийлері: оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжайды. Мәтін үзінділерін пайдаланып, оқиғаны дамытады. Оқиғаның аяқталуын болжап, өз ойын жеткізеді. Белсенді оқу әдістері: ширату, қар кесегі, тыңдалым алды тапсырмасы, символ әдісі, тыңдалым кезіндегі тапсырмалар, піспеген модель әдісі, оқиға атауы, хикая картасы әдістері. Тыңдалымнан кейінгі тапсырма, еркін әңгіме әдісі. Хикая картасы арқылы сюжетті оқиғаның дамуы мен аяқталу бөліктерін орналастырыңыз. Дескриптор: мәтін үзінділерін пайдаланып, сюжетті орналастырыңыз. Саралау әдістері: мені тап, тірек сөздер топшамасы, сәйкестендіру әдісі, анықтама бұрышы, шатысқан әңгімеші әдісі. Попкорн әдісі арқылы метеорология, климатолог, планета деген сөздер беріледі. Сәйкестендіру әдісі ретінде, саралау әдісі ретінде сәйкестендіру әдісі қолданылады. Критериалды бағалау: күн мен бұлт, жаңбыр тамшысы, білім теңізіне кеме жіберу, нысана, мадақ бутерброды, мұзды сүңгі. Критериалды бағалау: піспеген модель әдісі, дескриптор, мәтінді мұқият тыңдаңыз, оқиғаның дамуын болжаңыз. Жаңбыр тамшысы арқылы критериалды бағалау ұсынылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.